қысқарту. Қалған үш имамда, имам Мәликте, имам Шафиғиде, имам Ахмад бен Хамбалда сүннет болады, сүннеттен даже мұстахаб болады. Қаласа қысқартады, қаласа қысқартады болып намаз жаңа қабыл болмай қалмайды емес. Намаз қабыл болады, біраз білкараха кемістікпен қабыл болады деген. Енді қалай қысқартамыз? Төрт парыздарды екеуге ғана оқисың. Болды. Қалғандары қысқармайды. Сүннеттерді оқисыздар. Мүмкіншілікке қарап. Жағдай болса оқисың, жағдай болмаса қалады. Тамаша, сіз енді барып намазды бастап кеттім дейді. Аллаға мың шүкір. Алла нәсіп етсін. Жолдасыма ренжіген кезде сізді тыңдасам ренішім тарап кетеді дейді. Бір әйел тыңдай берген ғой мені. Тыңдай береді екен, соң кейін күйеуін айта береді екен. Нұрлан имам бүйтіп айтты, Нұрлан имам сөйтеді. Соң күйеуінің жынына тиіпті да, күйеу мен танимын, досым солай айтты, барып сол Нұрлан имамға тиіп айналайын депті. Сол сияқты кейін өзі айтады, сөйтіп айттым, астағфирулла деп. Енді сол ғой, сондықтан тыңдағаныңыз жақсы, бірақ күйеуді көбірек тыңдаңыздар. Сізді ренжітпеңіз. Ренжітсе сіз ренжіп қалыңыздар, соң тарап күйеуіңізбен жақсы болыңыз. Мағына сода. Сәлемес пе, неге осы ене менің жұмысыма араласа береді екен, не істесем болады? Жолдасым арасы суып барады, ортаға түсіп ол кісі дейді. Сен екі фронтқа жұмыс істеп жатсың. Сен бір жағы енеңмен атысып жатсың, мына жақта күйеумен де атысып жатсың. Сен бір фронт қой, ененің фронт қой да күйеу фронтын өт жаным. Сондықтан күйеуіңмен ортаңда жетісіп тұрған жоқ. Сол күйеуіңмен ортаңды жақсылай бер, сенің қолыңда, күндізде қолыңда, енді күндіз қол жұмыста болса түнде қолыңда. Сондықтан бар білген искусствоңды соған сал, как жить, как быть красивой дегенді оқып көріп ал кішкене. Сөйтіп жақсы киіміңді ки, әтірлеріңді сеп, жақсы күшті тамақтарды істе, күлімсіреп жүр, бұртима, мінезіңді көрсіп тыртима, әйтеуір не керек, соның тілеуін тіле, дұға қыл, соны естіртіп дұға қыл, сыртынан дұға қыл. Көбінесе сыртынан дұға қыл. Осы Құдай қосқан жарым аман болсын, Алла деп балалардың көзінше соны айт, перзент болса. Перзенттерің алдында сендер бақыттысыңдар деп балалардың көзі айт. Әкелерің осындай бақытты сендерді оқып жатыр деп анау естиді, спальныйде жатыр, анау естіп жатыр бәрін. Ойлап жатсың сен телефон шығып жатыр, ол бәлен естіп жатыр. Папаларыңа қараңдар деп сөйтіп папаларыңа дұға қылыңдар деп ана балалар ұрысып қойсаң анау естиді де кайфовать етеді. Ой, менің әйелім қандай әйел дейді. Бірақ ол білдірмейді, қабағын бүйтіп тұра береді. Ол сондай еркек, оның табиғаты солай. Бірақ сені жақсы көреді, одан да жақсы махаббат көбейеді жаным. Солай қыл. Сол жақсы амалдар арқылы жақсы көреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Таң намазының уақыты өтіп бара жатқан соң асығып оқыдым. Қалай болды? Қайтадан оқысам болады ма? Жоқ, асығып оқыдым деген қалай? Бір рекат оқып, екінші рекат оқымай қойсаң, онда намаз қабыл болмайды. Енді тез оқысаң, намаз қабыл, макрух болуы мүмкін, бірақ қабыл. Намазда қай кезде аятыл күрсу оқылады? 5 уақытта оқыла ма? Оқыла береді. Намаздың ішінде оқысаңыз да болады, яғни намаздың сыртынан да оқысаңыз да болады. Түсімде көбінесе кәлима айта берем дейді. Онда сіздің сенім нанымыңызды реттеу керек. Қол бос кезде мешіттерде барып кішкене сабақ оқыңыз. Некемізді сізге қидырса қалай болады? Тамаша болады. Сварқылап берем, Құдай қаласа. Аға, как правильно обращаться қайын ағаға? Кому? Қайын апаға. Қайын апаға, у каждой қайнапашки есть свой подход, свой имей-код есть. У каждой қайнапа есть свой штрих-код. Обращайтесь по этому штрих-коду, сканируйте. Сперва надо, келин, когда приходит, салам дает, некий беташар делает, вот тогда беташар делает, она вот так через эти платки сканирует всех. Так, это такая, это чуть нервная, по ней видно, она вот так дерганая. У каждой есть свой штрих-код. Исходя из этих штрих-кодов, вы делаете обращение к ней. Если она чуть-чуть нервная, надо вам чуть преклониться. Если она наравне, тоже наравне надо обращаться. Там надо посмотреть по штрих-коду. У каждой есть свой код. Вот по этому коду надо обращаться. И тогда будет. Единого нету кода. Если вот кому-то это может понравиться, кому-то не понравится. Кому-то вообще не нравится. Когда вот салим делаете, вот так начинаете, ах ты такая, начинают, вот ты такая южанка, скажет, что-то скажет. Поэтому у нас обычно никогда что-то скажет. При этом вы не должны вот эти копить все слова на свою флешку. Вот эту флешку отформатируйте. Ну да, по жизни мы, женщины в основном собирают на эту флешку, но со временем вам надо забыть. Бүгінгі жұманың тақырыбы әмір мағруф нәхи мүнкар деп айтылады. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю төңірегінде кетеді. Мүгедек әйел адам арбаға таңылған жан, егер ер адамнан көмек сұраса, неге біздің мұсылман ағаларымыз болмайды деп айтады? Не нәрсе болмайды? Мәселе сода.
Таң намаз оқып жүр саусағымды кесіп алдым, қан тоқтамай, дәреті бұзылып тұр, қаза боламын дейді. Жоқ, сол қан тоқтамаса, сол қан тоқтамаған жерді лейкопластырмен жабыстырасың, мына жерде жууға болмаса, мына қалған 3 саусақты, мына 3 саусақ кескен жоқсың, мынаны кестің. Мына, наверное, бүйтіп тықтың да кесіп алдың. Енді осыны байлап қоясың, қан болады, ештеңе етпейді. Дәрет аласың, мына жағын жуасың, мына жағын жуасың, мына жағын жуасың, мына жағын жуасың. Мынаны жүрмейсің. Сөйтіп, қолыңды сулайсың да, мынаны үстін бүйтіп сүртіп қоясың, болды, оқи бересің, тез-тез оқып аласың. Егер мына қолың вообще бүйтіп еңкейгенде ауырса, қолыңды бүйтіп көтеріп қойып оқи бересің. Лишь бы бүйтіп көтеріп тұрғанда ауырмаса, басыңды бүйтіп қойып өстіп оқи бер, саусағыңды ұстап алып. Егер бүйтіп тұрғанда ауырмаса, өстіп тұр оқи бер. Лишь бы ауырмаса болды, оқы, қалдырма жан. Әкем ауырып жатыр, дұғада болса, Алла шипа берсін. Салауатты дәретсіз, ғұсылсыз айта берсе болады ма? Болады, бірақ дәретпен айтқан сауаптырақ болады. Жұмада қандай дұғаны оқу керек дейді. Дариға ханым, жұмада барлық дұғаны оқисыз, бірақ Қахф сүресін білсеңіз, Қахф сүресін оқыған сауаптырақ болады. Білмесеңіз, любой дұғаңызды оқиыңыз. Кешегі номеріңді айтшы жалмауыз, ары қарай айтшы дегенге пікіріңіз дейді. Енді барлық нәрсеге пікір айтамыз ба не жаным? Ол жерде мен болған жоқпын, сіз болған жоқсың. Иә, маған да ұнамады. Біз енді әртүрлі адамбыз, бірақ ол қарындасым өзінің себебін айтып түсіндірді. Қалай болғанда да қазір өзі атақты болу үшін, вообще танымал болу үшін жалмауыз десең жетеді екен ғой, бақырсаң. Әркім бәрі сондықтан жақсы нәрсе емес. Мен білетінім жақсы нәрсе емес. Қалай болғанда да мұсылман адам сабырлы болу керек. Бізге жетпей жатқан, қазаққа жетпей жатқан нәрсе ынтымақ, бірлік және сабырлық деп айтатын себебі сол ғой. Мейлі сені боқтапты, мейлі сені қорлапты. Құдайың бар ғой төбеңде. Жарайды, ол Құдайды білмейтін екен. Сен Құдайды білетін адамсың ғой. Сен орамал таққан адамсың. Сен сабырың қайда, иманың қайда, сенімің қайда деген сол да жан. Сондықтан, біз екеуінде қараламаймыз. Әркім таразасын Алла өзі біледі. Бірақ мұсылман ретінде пікірді айтты десеңіздер, мұсылман адам мұсылмандығын көрсету керек. Дін ол сол үшін үлгілік көрсету. Боғауыз тағып, қарындастарымыздың селкілдеп, желкілдеп, орамал тағып, билеп жүргені бұл жақсы нәрселерден емес. Бұл бір жемтіктерге сөз қосып беру деген сөз. Мәселе сол қызды ақтаған қанша адам, мейлі 10 мың сообщение жазылды, 10 мыңның ішінде 100 адам айтқан шығар, көп болса, ито танитындары, ұялғандары, білетіндері. Қалғандары не айтты? Қалғандары жамандады. Сондықтан көрініп тұр ғой. Десе де, бізде жақсылыққа қарағанда жаманшылық тез тарқайды. Сол үшін айтпақ болған. Анау бір не жасаған эксперимент. Бір красканы бүйтіп қойып, мына бір красканы қояды, үстіне су құйып жіберсе, жаңа сүтке айланып кетеді, ағарып кетеді, сүт сияқты. Міне сүт, осыны ішіп жүрсіңдер деп біреу салады. Оны эксперимент ретінде салады. Сөйтсе, елдің бәрі аузына келген салады, бәрі жаманда миллион бәлем просмотр болады. Кейін байда, бұл краска деп қайта видео салса, оны ешкім көрмей қалған екен. Тура сол аккаунтта сол видео салады, ешкім көрмей қалады. Көрдіңіз бе? Жаманшылық тез тарайды. Сондықтан ең жақсысы, ардақтылар, мынау ақсақтың ақырын күт деген қазақтың жақсы сөзі бар. Ақырын күткен жақсы болады. Бірден пікір айтып, бірден шешім айту жақсы нәрсе емес. Қателесуіміз мүмкін, ойланып, мүмкін олай емес шығар деген сияқты. Десе де, ол орамал таққан қызға да, орамал тақпай отырған қарындастарымызға да, сіздерге де, намаз оқитыныңа да, намаз оқымайтынға да сабырлық бұл үлкен байлық болып табылады. Сондықтан кішкене өзіңіз ұстап, мейлі ол ақымақ екен, мейлі алдапты сені. Сондағы әңгіме не төңірегінде десеңіздерші? Сонша ауыз, боғауыз сөз бүкіл әлемге тарқалуы не үшін? 500 теңге үшін. 500 теңге плюс-минус. Қалтаңнан түсіп қалатын ақша. Басқаны айтпағанда. Қазір қалтаңыздан 500 теңге түсіп қалса, жүрегіңіз талып қиынала ма? Өліп қалмайсыз ма? Жоқ. Айтасыз, дейсте кете бересіз. Осы үшін ардақтылар, 500 теңгені берем, яки болмаса бермеймін, экономаймын деп, немесе үстінен қосып алам деп, немесе артық алам деп, осылай нәрсе тарады. Біреуінің бүкіл Қазақстанға нөмірі тарады, біреуінің жаңа түрі тарады. Сондықтан қалай болғанда да сабырлық үлкен байлық жаным. 500 теңге солай қылады адамда. А когда зубы лечится, кровь тоже не останавливается, при имплантации дарит портится, можно читать намаз? Да, конечно. Этот человек, если у человека не останавливается кровь, либо гнойные выделения, соответственно, этот человек будет считаться узуром, то есть человеком привилегии.
можно сказать. Этот человек делает пятикратное омовение на пятикратный намаз, при этом начинает намаз читать. Во время омовения, в процессе поклонения, если у человека начинает выделяться кровь, разницы нету, будь то из зубы или из любого другого места, соответственно, все равно намаз будет считаться состоявшимся. Также у тех людей, которые не держат газы, выделения, либо другие выделения, либо моча спускается, не держит, да, в этом моменте, в любом случае, эти люди читают намаз. Никто намаз не останавливает. Только этим людям запрещается быть имамом, то есть предварителем намазом, так как другие за ним следующие люди, они не больные люди, да. Точно так же. Теперь, посещение общественных молитв этому человеку нежелательно. Почему? Потому что могут выходить какие-то газы, запахи и так далее. Поэтому везде плеваться, харкаться тоже нехорошо. Исходя из этого, этот человек совершает намаз, все пятикратные намазы дома. Джумарак Мағасын, амин, мен салонда маникюр жасайтын едім. Ондай жұмыс істеуге бола ма дейді. Жақсы нәрсе емес. Жақсы нәрсе емес. Жүректі үрей билесе қалай басуға болады? Үрейдің ең көп себебі бұл жынның түртпегінен деп айтылады. Сондықтан кішкене дем салдырып алыңыз, өзіңізге жақсы болып қаласыз. Намазда мысық келіп, көйлегімді тартып, тырнап ойнайды. Орыс бұзылып кетеді дейді. Ойым шығар, мысық ойнаса ойнай береді, мысыққа пайда жоқ. Bir тебуге болмайды. Бізде бір теуіп мысық сальто жасаса, намазың бұзылады. Вообще мысық тепсеңіз, адамды ұрсаңыз, намаз бұзылады. Кішкентай бала жүгіріп келе жатқанда саусағымен бір ұрып айландырып сальто қылып қалсаң, намаз бұзылады. Бақырсаң тағы бұзылады. Қабағыңды бүйтіп жеп қойсаң тоже жақсы емес. Енді не істейсің? Мысық ойнай береді, ол мысық ей мысық қой, мен намаз оқып жатырмын ғой, неудобно, маған не мешай деп айтпайсың мысыққа, ол мысық ойнай береді хайуан. Енді есі жауып қоясың, біреу балалар ойнап есікті ашып келіп ойнаса ештеңе етпейсің, ойнай бересің. Ана жаңылмасам судандық беді, біреу имамның үстіне шығып алады, мысық ойнай береді. Ол мысық үстіңе шығып алады. Тек қана етегіңізбен жабысып ойнап, юбкаңды тартып, шешіп, далаға бассейнге алып кетіп қалса, онда намаз бұзылып кетеді, иә. Әуретің ашып, енді тартқаны үшін ештеңе етпейді, ол мысық ойнай береді. 2 жасар бала ұйықтаған кезде аяқ қолын қозғатып дейді, шошайып тұр, не істесем болады дейді. Ештеңе етпейді, дем салып қойсын, баланың періштелері ғой. Жеңгем онкологиядан қайтты. Енді папама қойды сол диагнозда. Сұрағым, менің қандай сабақ алуым керек осы жағдайдан? Неге қайталанып жатыр, бұл сынақ па дейді. Әйгерімжан, бұл өмір, денсаулық Алланың бір құдіретті нәрсесі деген сөз. Енді ол біреудің ажабы, біреудің азабы, біреудің ажалы деген қазақтың сөзі бар. Ол ауру болам деп болған жоқ, бұл Алланың тағдыры. Мен көзім шалып қалды, кеш алдың күнде бір жігіт бар еді, көрінген жерге аккаунтқа ақ ит кіріп, көк ит жазып, мен туралы көп нәрсе жазып жүретін. Көріп жүретін, адамдар айтатын, белгілі адамдар жіберіп тұратын маған, мынау бүйтіп жатыр, мынау сөйтіп жатыр деп. Мен бермейтін, Алла өзі туралы қаласын деп. Ауырып қапты. Алла шипа берсін. Енді кімге болса да, мен айтқанмын, мен туралы біреу қайғы жаман сөз айтса да, мен ол адамға тек қана жақсылық тіледім. Сондықтан да Алла, бірақ ғұламалардың пікірі бар, дін жолындағы адамдардың еті уланған болады деп айтылады. Сондықтан оны кімде-кім істейтін болса, ахуалы жақсы емес деп айтылған. Сондықтан айтпақ болғаным, ең бірінші, сіз қандай сабақ алуыңыз керек? Сіз өміріңізді өзгертуіңіз керек. Демек, Алла Тағала әлі де болса да сізге және ауырған адамдарға кішкене өмірді өзгерту, Аллаға жақындауды хабарын беріп жатыр. Өзі ауру не үшін беріледі? Сұрамайсыздар ма? Ауру мынау үшін беріледі. Пенденің Мұса пайғамбар Алладан сұрады деп айтылған қисса бар. Не үшін бересің? Осы адамдар ауырмай-ақ қойса болар ма еді дегенде, пенде мені есіне алсын деп беріледі деп. Біз есімізге алмаймыз ауырмасақ, жаның қиналмаса Құдай демейсің, қалтаңда каспиіңде ақша болса адам орнына менсінбейсің басқаны. Сондықтан Алла кішкене бүйтіп торымыз тартып тұрады бізге. Қой. Неге? Өйткені Аллах Тағала бізді жақсы көреді. Жақсы көргеннен кейін сондай не береді?
күнәдан тазартады. Аурудың бір жағы күнәдан тазарту. Біреулер айта береді ғой, мен басыма неге қиыншылық келеді, неге мен ауыра берем, неге мен қинала берем, неге мен қарыздан шығамын. Алла сені өзгертуді қалап жатыр, сені тура жолға келсін деп қалап жатыр. Өмірді қайта бір басқа арнаға түсіп, беліңді дұрыстап буып, жақсы бір ой түйсік бір бағытты өзгерту керек. Демек бір нәрсең бар Құдайға жақпаған. Соны таста, жақсылыққа бет бұр, күнәдан қаш, ішкіліктен кет, ішіп жүрсең, анда-санда ішсең де. Ішкендерге жолама, әйтеуір бір жақсылыққа бет бұрып қал. Бұл өмір қысқа ғана өмір, жаным. Көзіңді ашып жұмғанша өмір өтеді кетеді. Сол кезде жақсы атың, жақсы ғибадатың, Құдайға жаққан жақсы амалдарың қалады алтыным. Сол үшін өмірді өзгерт ботам. Жақсылыққа кел. Енді ол кісілерге Алла шипа берсін, ауруынан жазылсын, жан. Жазылсын. Бірақ пенденің қиыншылыққа келуі не үшін деген кезде, ауру не үшін дегенде, оның дәрежесі көтерілу үшін дейді. Шын мәнінде ауырған адамдардың дәрежесі көтеріледі. Біз оған жанымызда жейді, ой бейшара, ауырып қалдым. Жоқ, оны Құдай көтеріп жатыр. Құдай біледі, сенен де жоғары көтеріп жіберуі мүмкін. Ол ауру оны тазалайды. Мысалы, отпен күйдіріп тазалаған сияқты адамды тазалайды ауру. Егер сол тазалаудан өзі түсінік алса, сонда ғана жатыр. Күніне 100 реттен салауат пен зікірлерді айтамын, бірақ соңғы кездерде айта алмай қалдым. Бірақ шынымен жүректі орнықтырады. Жүректер Алла соңынан 100 рет айтқаның жақсы, бірақ 100 рет план емес. 100 рет айта алмай айтсаң, 99 рет айт, 70 рет айт, 11 рет айт, бір рет айт. Но айт. Онда план жоқ, обязательно күніне 100 рет айту керек деген. Жоқ. Айта бер, 120 рет айт. Қазір ауырып қалдың, бір жағдай бар, айта алмай айтсаң, 20 рет айт. Отырсың қазір мені қарап, қолыңа бүйтті, таспен алда, отырып айта бер. Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад, Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад. Айта бер, қандай жақсы. Обязательно не болу шарт емес қой, 100-ге жеткізу. План қоймаған, Алла Тағала намазға ғана план бар, 5-еу. 30 күн оразаға план бар. Болды, қалағанша айта беріңіз. Мен дальнобойщик болып бірге жүрген досым өмірден өтті дейді. Ол досымның балалары әйелін танымаймын. Мен жақсы ниетпен жаңа жылдың себеп қылып кішкене көмек бергім келеді. Неге сонда жаңа жылда бересің сен? Жаңа жылға жеткізбей ақ бере бер. Жаңа жылда, обязательно жаңа жылда беру керек па не? Жаңа жылда ғана оливье салат жейміз ба не? Не, 29-ында жасап жесек, біреу ұрса ма? Дед Морозға бір ренжи ма? Жаңа жылдың ба жытын шығатындар ғой, оңбағандар. Нап 29 күн жеп жатсыңдар дей ма не? Садақаны, олар 29-ында жетпей қалсашы. Білмейміз ғой. Хоспиталда да өліп жатыр, өлтіріп жатыр, неше түрлі зорлап жатыр, неше түрлі бәле болып жатыр. Не, бір күн болса да жақсылық ерте көрсін да. Оны күтіп, баяғыда бір жігітті көріп ем, шуба құшақтап жылайды. Неге жылайды десем, мамасы өліп қалды дейді. Бұл Новый годта берем деген ғой. Сөйтсем мамасы декабрьдің басында өліп қалды. Новый годқа жетемей қалды. Сол сияқты болып қалмасын. Берер қазір-ақ. Жаңа жылды сылтауратпай-ақ бер. Біз жақсылық жасауым үшін құрбан айт болу, жұма болу, четверг болу, Новый год болу шарт емес бізге. Жасай бер жақсылықты. Бүгін жаса. Бүгінгі жақсылықты ешқашан ертеңге қалдырмаңыздар. Ертең жасайым деген сөз айтпа. Бүгін жаса. Ертең жейтін құйрықтан бүгін жеген өкпе артық дейді халқымызда. Сондықтан бүгін жаса. Сөйт жан. Жақсылыққа асығыңыздар содан кейін. Бүгін жасап қал. Бүгін істеп қалайын. Прям ертең тағысы нәсібімен келеді. Бүгін жаса. Күнде үйден шыққан жолда Фатиха сүресін оқимын. Бол, ама қандай сүре айтуым керек? Падірет, аузыңа қандай сүре оқи бер жаным. Аузын жыбырлатып кетеді. Бірақ автобуста отырып алып елдің бетіне қарап оқысаң, мына жынды ма, мен дуалап жатырма дейді. Сондықтан шынын айтасың ондай. Автобуста мініп алып, бүйтіп тәспі тартып жататындар бар бүйтіп. Бүйтіп жататындар керек емес. Автобуста бұны көрсет. Қатты тәспі тартқан жақсы көрсең, салауат айтқанда аузыңмен жыбырлап жақсы көрсең, онда бүйтіп көрсетпей айт. Мынаны бүйтесің, қалтаңа салып ал. Қолыңды бүйте бер. Көп болса қышынып жатыр екен деп ойлап қалады, нервный екен деп. Бүйтіп қышынып жатыр деп ойлайды. Мынаны көрсетпе. Не надо понтоваться. Казах без понтов, беспонтовый казах. Сондықтан көрсетпеңдер оны. Керек жоқ. Сіңін аузын жыбырлатып, Аллахумма салли аля сейдина Мұхаммад. Қалайсың жады жасымен, салли аля сейдина Мұхаммад. Бұл мазақ болады. Бұл дін емес, бұл мазақ болады. Олай істеме. Өйтіп выделять етпей-ақ қой. Ер бала массажист жұмысын жасауға бола ма? Болады. Еркектерге, ұл балаларға жасайсың. Қыз балаларға жасаған болмайды. Сен массаж жасап атып, меккені ойламайтының анық. Сен массажист деген, тем более ол физиоға жатады да, ол дәрігерлік кәдімгі бір аса өмірге маңызды кәсіп емес ол. Түсінікті? Сондықтан сен, мысалы, әйелге массаж жасап атсаң, сен меккені ойлап жатыр ма? Мекке, Мәдина, ата бабаның аруағын ойлайсың ба сол бетте? Денесіне қарап, неше түрлі кетіп қаласың бір жаға қарай. Қой жан.
Даже олтырма еркектерді массаж деген апасы не болып қалды қазір. Автобуста электронный тәсіп тартсам бола ма? Ол да қазір мақтанышқа жатады. Бүйтіп киіп алып, банан циферблатты өзіңе қаратып, қараған сайын өзің кайфовать етесің. 9800 болды, 7500 болды. Маған ешкім жеткен не керегі бар? Вообще, маған салсаңыздар, жаңағы электронный таблосын сындыртса тарта берді, санама. Бүйтіп өзіңмен өзің мақтанасың да, так, бүгін 9000 болды. Мен первый деп өзің өліп қала жаздайсың. Содан кейін бұл жақсы нәрсе емес. Бұл Аллаға санадым, санадым 99.000, қабылда. 70.000 бұл, қабылда деп, как бы санап өткізу деген сөз. Салауату әслияту сүннәтун, вәл кайфияту бидаатун деген қағида бар. Негізі айту жақсы, сауап, сүннет, бірақ оны санға, орынға, жерге байлау бидағат дейді. Дұрыс емес. Өткізді мен планды. Керек па? Сұрағаның осы ма? Саған. Ертең саған деп өткізу болады. Ондай қажет емес. Алла оған мұқтаж емес. Қарақалпақстаннан сәлем дейді. Алейкум салам рахматуллах. Енді қатты тартқың келсең, бүйтіп тығып қойып тарт енді. Көрсетпешің бе. Мен де көремін, тағып алады да бүйтіп, қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма деп, маған да көрсетіп қояды. Қараш, қанша ұрып тастадым деп. Жақсы емес ол. Қызым орамалға келгісі келеді. Мен қарсымын. Қазіргі орамал таққан жастардың ісі ұнамайды дейді. Сіздің қызың сондай болады кім айтты біріншіден. Ол Алла үшін табады ғой, сізге ұнау үшін емес. Сіз соған жақсы тәрбие беріңіз, дұрыс ұстаз тауып беріңіз. Альхамдулилля жақсы болады. Міне жерде мен жақсы бір ұстазымыз отыр. Алия ұстаз отыр, мен танитын Гүлвира ұстаздарыңыз бар. Тола. Сондай ұстаздарға тіркеп қой қызыңды. Бастыңыз. Сау алып тұрсын, супер. Өте жақсы. Умраға сізбен бару берсінші. Әмин, әмин. Ендеше неге имамдар 100 рет айт деп. Енді өсек айтқанша, жаманшық айтқанша, ол да бір тақалықты тәрбиелеудің бір жолы. Сол. Ол тарта бер, 100 рет тарт, 120 рет тарт, одан 100-ге байланба. Хадистерде де келеді. Мысалы бір хадис бар, не туралы? Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Немесе Аллахумма анта субханака инни кунту миназ залимин. Осыны 100 рет айтқандар, осындай сауапқа жетеді. Ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика лахул мулк ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин қадир. Дегенде 100 рет айтқан адамда 100 марра, 100 рет айтқан адамға бәлендей жақсылық болады деген хадистер келеді. Бірақ ол 100-ге байланып қал, қақайып қал деген сөз емес. 120 рет айт, 180 рет айт. 100-ге жақындатып айт, немесе шамаңа қарай айт деген мәселе. Сондықтан өсек айтқанша, өтірік айтқанша, әйтеуір пенде бір жақсылыққа жақындасын деген жақсылық ой жаным. Аяғым ауыр, кеше күйем қол көтерді дейді. Қатты көңілім қалды. Мамасы себепкер болды. Честно, түріне қарағың келмейді. Бір дастарханда отырды, айтпай-ақ қояйын дейді. Оны қытырса емес ақмақтық. Әйелді ұруы, енді екіқабат кезде де бөлме айтпай-ақ қойын, сонда не, екіқабат болмағандарды сабай бер деген сөз бе не? Бұл қазір бұны ұруға болмайды. Неге? Бұл қазір екіқабат. Сон туыбасын, сон көзіңді көрсетем, саған көрсететінді. Пақат шыдай тұрайын 9 ай деген бола ма не сол? Дұрыс емес ол. Жаңағы сау кезде ұр, аяқ ауыр кезде ауыр емес кезде ұр деген сөз жоқ. Вообще ұруға болмайды әйелді. Бұл бір. Екіншіден енді ол ақмақтық қылған екен қарындасым. Сен енді түріне қарамай шай құя бер. Екеуінің түрі ұнамаса, пока временно, сенікі қазір отходняк болып отыр, сол отходнякты кішкене шыдай тұр. Өзі кетет жаным. Сабыр қыл, ашуың басылады, жының тарайды, ішіңнен бүйтіп флешкаңа жинай бер, кейін өз уақыт келеді. Сол флешканы кейін Құдай нәсіп етсе форматировать етерсің, болмаса шығарарсың, вирус алмаса, бәрі орнына түседі. Сондықтан жаным шай құйып, үндемей отыра бер, болды. Бірақ қатты ұрып көзін шығарған жоқ шығар, надеюсь. Ол полиция бар, басқа бар көресің. Бірақ негізі кешірімді болған жақсырақ шығар. Кореяда жүрмін, ет беруге бола ма, сиыр, тау, қой етін. Әй жаным, неге барсаң, Ичонда. Ичонда не бар? Өзбектердің Сабина деген кафесі бар. Мен барғам. Одан кейін Пусанда бар. Қазір қырғыздар ашып жатыр, неде, Сеулда ашып жатыр. Неде,
микрорайонның атын ұмытып отырмын сол жерде. Сондықтан барлық жерде қырғыз, өзбек, түріктердікі бар. Ана әттеде бар, соған бар. Түріктердің ет беретін ата бар, сол жерге бар. Тола. Қазір тамақ Антарктидадан ашып жатыр. Мына Америка Құрама Штаттарынан ашып жатыр. Тола біздің жігіттер. Тары деген ресторан, анау кім еді Құдай-ау, Шафран Дубайға дейін ашылып жатыр. Так что рекламасын жасап берейін оларға. Тола, Құдайға шүкір, бүкіл жерде тамақтан проблема жоқ. Мұсылмандар барлық жерде бар. Тахаджуд пен тәжвид айырмашылығы не? Тахаджуд деген намаз жаным, тәжвид деген Құран оқудың ережесі. Тәубе жасаудың шарттарын айтасыз ба? Тәубе жасаудың номер бірінші шарты іштен өкіну. Екінші шарты қайтып соған бармау. Үшінші шарты өмірді өзгерту. Сол үшеу өзгерсе, үшеу кірсе, тәубе бұйырса қабыл болады. Сонда не деп айтады? Сонда не деп айтады оған? Сонда адам күнәсіз болды деп айтады. Ат-тайибу минан замбин каман ла замба лаху. Бір адам күнәнен тәубе қылса, тәубесіз адам сияқты болады дейді. Рахмет, рахмет. Алла разы болсын дұғаларыңызға, тілектеріңізге. Медитация жасауға болмай ма? Медитацияны салауатпен жасауға болады. Салауатты оқи бересің, көзің жұмып алып, дұға қыла бер, бола береді. Бірақ салауатты битіп алып, қолыңда, немесе лотос несіне отырып алып, позасына күнге қарап отырып, битіп күн шығып келатқан күнге қарау, немесе жаңағы үлкен дуб ағашын құшақтап медитация жасау болмайды. Өткенде бір кісілер жасайды екен, ағаш жаңағы емен ағашын құшақтап медитация жасайды екен. Мен айттым, кемпірің бар ма дедім. Бар, еркек кісі екен. Кемпірің бар ма десем, бар. Әйеліңді құшақтап медитация жасай бер дедім. Медитацияның көкесі жерде дедім. Соны құшақтасаң, вот медитацияның медитациясы сол. Сондықтан сол үйдегі бала шағаны, ата-ананы құшақтамағаннан кейін еге, ағаш, неше түрлі бір нәрсеге құшақтап бәріміз медитация жасап кеттік. Сондықтан солай жаным. Дарын Мұбарактың ұстанымы туралы не айтасыз, онымен келісесіз бе? Дарын келісетін не емес қой? Пайғамбар емес. Дарынмен келісетін, дарын деген Мұбарак деген ол бір не емес қой? Пайғамбар емес, имам ағзам емес. Ол оның өзінің жеке ұстанымы. Оның жеке ұстанымы. Оның ана 4 қатыннан 31 бала туғызғаны қазіргі бір кейбір ақымақ жігіттерге хит болды. Қойыңыздар осы нәрсені. Қатыннан қатын, баладан баланы көбейткен ол абырой емес. Сондықтан барлығына қазір семьясын асырай алмай жүргендер дарынға еліктеп далбаслап, сол кезде дарын айту керек еді. Мен алдым, бірақ сендерге қатынды көбейту емес, балаларыңызды ғылым, білім, ілім, жақсы тәрбиені көбейтіңіздер. Біздің жаңа қатын алғыштар бір қатынды алып, екіншісінің ақысына кіріп, біреуді қорлап, біреуін жақсы көріп, біреуді төмен көріп, боздатып жылатқандарды қойыңдар деп соны айту керек еді ол. Қатынды көбейту, ұстанымын көбейту емес. Бізге оның дарының ұстанымы дәреже мәртебе емес. Дарын мен туралы айтқан пікірін көріңіздер. Мен де дарын туралы пікірім жалпы азамат ретінде жаман емес, бірақ оның ұстанымымен әлбетте біз кездеспейміз. Дәстүр фильміне барып қорқып қалса қалай болады? Дем салдырмаларға барып. Балам ауырып тұр, дем салып жіберсем бола ма? Болады. Хикмет Тревел компаниясы умраға 12 айға бөліп төлеуді ұсынып жатыр, бола ма? Хикмет Тревел компаниясы егер өзінің компанияның атынан ұсынады, болады, бірақ банк системасы арқылы болмайды. Аяғым ауыр, орындықта отырып намаздарымды оқысам болады ма? Болады жаным. Болады. Егер сен базарға жүре алмайтын болсаң, магазинге жүре алмайсың, отырып тұруың вообще қиын болса, онда болады. Енді базарды қатырасың, мегацентрден шықпайсың, өсек өтірікті қатырасың, енеңмен жұлысасың, ой бір құтырып қалған болсаң, намазға келгенде бүйтіп қалсаң, онда болмайды. Закир Наикті тыңдауға бола ма? Закир Наик көшедегі адам емес, оны мойындау керек. Закир Наиктің қолынан көп адам мұсылман болды, көп христиан қайтты. Сондықтан үлкен бір ғалым ғұламалық орны бар адам. Бірақ ол инстанция емес, әсіресе қазақ халқы үшін. Оның сөздері бір пайдалы жерлері көп. Бірақ ол сенім ұстанымында, жаңағы дарынның ұстанымы деген сияқты біздің Ханафи мазхабы, имам Ашари, имам Матуриди ақидасын ұстанбағандығы үшін, сәләфилік ақындар бағыт ұстаған үшін, және фиқтағы біздің Ханафи мазхабымен келіспеген жайттары көп болғандықтан, оның кейбір діни шариғи құқық мәселесінде бізбенен қарама-қарсы жайттары бар. Бірақ жалпы ол кісінің туралы пікіріміз өте жоғары.
Пайғамбарымыз саллаллаху салауат айту деген, салауатты қалай айтады, қандай сүреден салауат деп терсең интернетте толып шығады жаным, айта бер бәрін. Ассалаумағалейкум, екі өлім аттанып дейді, жылдық науқан беруге бола ма? Болады. Екі адамды қосуға болады, үш адамды қосуға болады, төрт адамды қосуға болады, ешқандай мәселе жоқ. Именной жыл болмайды, иә? Онда именной жылса, вообще аруақтар арыз жүзінде тек қана бір адамдікі жоқ, онда жоқ. Жылды 40 астардың барлығында иін жазылып тұрмайды, тек қана мына кісінікі деп. Алла ризалығы үшін сауапты бағыштай бересің. Адам атадан бері қарайға ең соңғы өліп қалатын адамға дейін мұсылманны бәріне бағыштай бересің. Ол сауап, одан кейін мынаған көбірек барып, мынаған азырақ барады деген жоқ. Сондықтан екеуін қосып бере берсе болады. Даже қосып берген дұрыс болады. Неге? Өйткені ысырап жоқ, бір жағы екінші қиналады, адамға оңай емес. Расскажите про танцы чеченцев. Это не танцы, это зикры. Относительно нашего мнения, у нас такого нету. Да, у нас зикры есть, но мы делаем хуфья, то есть скованно ведем себя, никакими частями телами не двигаем. Есть другие части, которые двигают просто головами, другие есть вот волосами двигают, некоторые есть ушами двигают, еще другими частями тела. У нас такого нету. Я вам не советую тоже это не делать. Если вы представитель этой нации, либо этого масхаба, в этом проблем нет для вас. Шамиль Аляудиновты тыңдаса бола ма? Шамиль Аляудинов Ресей қаласындағы мешіттің бір имамы. Сондықтан менімен бірге оқыған жайы бар. Бірақ мен сіздерге айтайын дегенім, о кісінің ұстанымы, жаңағы айтқан, біздің еліміздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұстанған ұстанымына сәйкес келмейді. Көптеген ұстанымдарымен біз бірімізде қайшылық туады. Мен бір жерін айтайын, ар жағын өздеріңізге өзі де айтты өткенде, кешірім сұрады ол туралы. Ресей менен Украинаның ортасында қақтығысты қолдағандығы, адам өлімінің қолдағандығы бұның өзі жеткілікті. Соны біздің қазақ халқындағы азаматтарымыз оған теріс пікір айтқанда, оларға өлім тілегені, дін қызметкерінің өлім тілегені жақсы дүние емес. Сондықтан енді біз сондай адамбыз. Біз өзімізді менсінбейміз. Ананы ма қойшы, ана Қалижан ба, ана отыр. Қалижандай қойшы, ана аландай. Кім? Арман ұстаз ба? Арман ұстаз осындай. Анау үшін Нұрлан имам, ол өзінше анауандай. Деп біз сондаймыз. Біз енді сондай халықпыз, менсінбейміз. Бірақ бізге сырттан біреу келсе, деп өліп қаламыз бүйтіп. Бізді таптап тастаймыз. Біз біреуге сондай, біреуден қалған қаңсыққа құмар сондаймыз. Қасиетіміз бар енді. Соны жеңуіміз керек. Жоқ, бізді жат жарылқамайды, жақын өлтірмейді деген бір жақсы қағиданы ұстануымыз керек. Сондықтан сондай пікірге балаларымызды тәрбиелеуіміз керек. Мен таң намазы мен ақшам намаздан кейін айтыл күрсіні 7 реттен оқып жүрмін. Қорған салу дейді, сол дұрыс па дейді. Сонда 7 рет оқымағандарға қорғаны жоқ па сонда? Жоқ, сен оқысаң оқи бер. Бірақ ол тек қана қорғаным бар деген сөз емес. Біріншіден оқысаң жақсы сауап, амал, жақсы амалдың сауабы бар, қорғаны бар, әлбетте жақсы. Бірақ болды, ол уверенный гарантия, сертификационный, фортификационный қорған емес. Фортификация деген бар. Бүйтіп қорғанды фортификация дейді орыс тілінде. Латыннан кірген сөз. Сол ол фортификация емес. Сен ойлап қалма, что фортификация келіп, жындар келіп, жаңа сен 7 рет оқығаннан кейін бүйтіп дүш деп өтемей, қатқа дүш деп кетіп қалады деп. Жоқ жаным. Сен оқымақты бір 7 рет оқымақ, 70 рет оқысаң да, ісіңді тураламасаң, мына 7 рет оқыған нәрсе саған пайда бермейді. Мен де мешітте көріп қалам, аятыл күрсі оқығанда сүф деп өліп қалатындар бар. Соң тәспі тартады да дейді. Тәспі тартып, соң бүйтіп өз-өзін ұрып жіберетіндер бар. Өткенде біреуде бірінің басын жарып жібересіз, көзіне шығып өтті, ол дұрыс емес, керек емес ол нәрсе. Оқысаң жақсы, 7 рет оқы, 17 рет оқы, 27 рет оқы, 9 рет оқы, 1 рет оқы. Пайғамбар саллаллаху алейхи 9 рет оқы деген бұйрық берген жоқ қой бізге. Бір-ақ рет берді, бір-ақ рет оқу бар. Сондықтан 1 рет оқыңыз. 9 рет оқимын десең, ол да маладес. Шетелдің барлық дерлік 99% адамдарының барлығы, имам ұстаздары, жаңағы Закир Наик бар, басқалардың бәрі, бұлардың бәрі имам Ахмад бен Хамбалды ұстанамыз дейді. Сөзбенен айтады. Бірақ іске келген кезде бұлар сәләфилік ақида нені ұстанады бәрібір. Жеме-жем келген кезде, олар бәрібір манхажға келген кезде бәрібір сол сәләфилік өтіп кетеді. Бірақ имам Ахмадты ұстанамыз деп айтады. Күйеуім қажылыққа барып келіп намаз оқып жүр, бірақ сәждеде қазақша дұға айтады. Фатиха оқымайды, нас фалақ айтады. Сосын көп боқтайды дейді. Бәтшін шығардың ғой күйеуіңнің, бағыс қажекеңнің дәп-дәләсін шығардың. Кішкене болса да
ана ең соңғы сөзін енді шындығын айтқан шығарсың, енді ол да жақсы емес. Оны қазір өзі естіп отпаса, оның несін айыбын ашып жатсың? Сенің жарың, сенің құшақтап қойныңда жатқан күйеуің. Әлбетте дұрыс емес екенін біліп отырсың. Енді мен ұрысқаным керек па сенің күйеуіңе? Ол өзі естіп отқан жоқ. Сен естігенде не пайда оны? Мен сөзімді жеткізіп барасың, ол одан бетер жынданады. Не пайда осы ұрысқаннан? Оны онсыз да өзі біледі, ол қоя алмай жүрген шығар. 70 жыл бойы аузында, 60 жыл бойы боқ аузы шығар. Енді қоя алмай жатыр осы. Сол қоюға сіз жәрдем бермейсіз оны жамандағанша. Жәрдем беріңіз оған. Жаным, сіз айтыңыз қой деп, жақсы сөз айтыңыз. Сен намаз оқы сонымен бірге. Сен намаз оқысаң ең болмаса сенен ұялады. Ағаштан ағаш рең алар, адамнан адам тәлім алар дейді. Сен қасында адамы болып намаз оқысаң, екеуің тәлім болып, бір-біріңе тәлім боласың, бір-біріңе үлгі боласың, жаным. Оның жамандығына не пайда оның? Не шығады? Мен ұрсам, оны жеткізіп барасың сен. Йогой можно заниматься? Само по себе йога проблем нету. Вот это растяжение, движение, в этом проблем нету. Но само по себе философия йоги поставлена для мусульман неправильно. Вот эта поза лотоса, поэтому поклонение определенным культам, определенному солнцу, это для нас, мусульман, неприемлемо. Это для нас является ширком отклонения от истинно вероисповедания. А само по себе вот эти растяжения гимнастики, да, в этом проблеме нет. При условии, если она делается женщиной отдельно, мужчиной отдельно. В этом плане. У нас сейчас модно стало, особенно для городских девушек, ходить для городских мужчин в фитнес-залы. Но я, поскольку знаю, многие мужчины в этот фитнес-зал, когда ходят, когда видят часто ходящих девушек, и стоя на беговой дорожке, а у них глаза не на табло, глаза на этой девушке, на передние приемы и на задние приемы, как она делает. Поэтому это для мусульман неправильно. Күйеуім ораза ұстаймын деп шешті. Жұма мешітке бару тиіс па дейді. Ораза ұстаса да келсін мешітке, ораза ұстамаса да келсін. Соған сен жәрдем бер, жақсылап шелпек пісіріп қолына беріп жібер. Мына мешітке бар де. Тур обедтің уақытында келеді, мешітке келеді, молдан бәрі намазды, сөйтіп намаз оқып кетеді жаным. Солай. Хаммеге сұрақ бар. Егер қызға деген жаман ой болмаса, ол қызбен жүруге бола ма дейді. Жауап беріп жіберің, өтініш, хаммеге бұл сұрақ. Болмайды. Қалай болады? Жақсы ниетім бар. Мен сенімен бір кішкене зина істесем бола ма? Десе бір қызға. Көп істемеймін, чуть-чуть басынан кішкене ғана істеймін. Бола ма десе. Жоқ, бұлай кішкене істеймін десе. Бола ма не? Мен сені қатты өлтірмеймін, қатты боқтан боқламаймын, қатты қопал сөйлемеймін. Жай ғана қопал сөйлесем бола ма? Жай әшейін, кішкене. Қанын шығарып қойсам бола ма? Болмайды ғой. Не сөз ол? Арақ көп ішпеймін, былайша кішкене әшейін аузын тигізіп қоямын мен, бірақ көп ішпеймін. Бірақ кішкене бір дәм тигізіп қоямын. Бола ма не? Хаммеге сұрақ қойылудың керегі жоқ. Мағана қоя берсең өзім ақ жауап беремін. Ұстаз, айтыңызшы, айырылып қалған баламды дейді, төсекте жатып қалғанын көремін, жүрген кезін емес дейді. Сізге сол моменті жүрегіңізде қалып қойған. Бұл түсті нәфсәни түс деп айтады. Яғни ойлағаннан, сағыныштан, соның жатқан халдегі сіздің ең аянышты болған сәтіңізден қалып қалған түс бұл. Бұған кішкене молдаға барып бір дем салдырып, бір жақсы адаммен сөйлессеңіз, жүрегіңізден кетеді жаным. Сіз осы нені тыңдасаңыз, біздің айтқан сөздерімізді кішкене мотивация аласыз, Құдай қаласа жақсы болады. Алла жеңілдік берсін. Және сол балаңызға сізден көмек керек, ең негізгісі. Көмек сұрап жатыр сізден. Ол көмек сіздің дұғаңыз, сіздің өміріңіздің өзгеруі жаным. Алла разы болсын.